біз сіздермен сырсанды хабарының кезекті шығарылымында жолығып отырмыз. Бүгінгі хабарымыз таяуда қабылданған Қазақстан 2020 болашаққа жол мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасы төңірегінде болмақ. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп Алаштың ардақтысы Мағжан жырлағандай, еңселі елімізде жастар саясатының кезекті белесін мықтап қолға алды. Жаңалыққа жанқұмар жастардың жаңа тұжырымдама жөніндегі көзқарасын білсек. 2013 жылдың жастар үшін басты жаңалығы Қазақстан 2020 болашаққа жол атты мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасының қабылдануы. Тұжырымдаманың мақсаты жастар әлеуетін елді одан ары қарай дамыту жолында бейімдеуге бағытталған жастар саясатының тиімді моделін қалыптастыру. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді іске асырмақпыз. Қолжетімді және сапалы білім беру жүйесін қалыптастыру, салауатты өмір салтын арттыру, құқықтық мәдениетті қалыптастыру. Бүгінгі мектеп түлектері ертеңгі ел болашағы. Сондықтан жастар саясаты тұжырымдамасында көтерілген мәселелер бізді де қызықтырады. Жалпы мемлекеттік жастар саясатын одан әрі дамыту кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын болады. Бірінші кезең 2013-2015 жылдар аралығындағы кезең. Екінші кезең 2015-2020 жылдар аралығындағы кезең. Тұжырымдамадағы қолжетімді және сапалы білім беруді қамтамасыз ету бағытында оқыту бағдарламаларын функционалдық сауаттылықты дамытуға және түйінді құзыреттіліктерге қол жеткізуге бейімдеу, жастарды ғылымға тартуды қамтамасыз ету, жұртшылыққа, ата-аналарға және білім алушылардың өздеріне білім беру процесінің мазмұнына, оқыту сапасына ықпал етуге молырақ мүмкіндік беру сияқты мәселелер қарастырылған. Рас, сауаттылық тек білімде ғана емес, кез келген істе көрініс табады. Етік тіксе де етікші тіксін дейді халқымыз. Ал саналы да сапалы білімді жас өз ел үшін, өз үшін сапалы өнім жасауға мүдделі. Жас қазақстандықтардың дені сау болмаса, экономикалық міндеттерді шешу мүмкін емес. Өз денсаулығы үшін ынтымақты жауапкершілік қағидаты, сондай-ақ жастар және дене шынықтыру ұғымы жас адамның өмір салтының ажырамас бөлігіне айналуға тиіс. Тілі, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын, оның ұжымдық өмірлік тәжірибесін, ерекше ұлттық болмысын қамтып, халықтың мінез-құлқы мен дүниетанымынан көрініс табады. Жастардың өркендеуі және жаһандануға ұмтылысы шынайы патриоттық сезіммен, өз халқының салт-дәстүрін және мәдениетін құрметтеу, этносаралық өзара құрмет қағидаттарымен үйлестірілуі тиіс. Адалдық, әділдік, мейірімділік, шыдамдылық сияқты жалпы адами құндылықтар Қазақстан жастары үшін басымдыққа айналуға тиіс. Осы орайда айта кетейік, ұлтының ары мен ұятын, дәстүрі мен салтын бойына сіңіріп, қолаң шашына қайшы тигізбей өсірген бойжеткендерімізді арамыздан сирек те болса кездестіруге болады. Биязылық пен инабаттылықты бойына сіңіре білген оның тобығына төгілген бұрымын көріп қызығасың. Сөзіне қарағанда ол ес білгелі шаш күтіміне аса көңіл бөлгенге ұқсайды. Өйткені шашыңды қисаң, бақытыңды да қиғаның дейді кейіпкеріміз. Қазақ аруларына тән шаш күтудің құпиясын кейіпкеріміздің өзінен сұрап көрейік. Сонау елімнің ежелгі салт-дәстүріне, әдет-ғұрпына таңырқап та, мақтанып та қараймын. Сол замандағы қыз-келіншектердің қос пырынды қолаң шаштарына қызығам. Неткен тәрбиелік десеңізші, шаштарын 10 күн тарап, 5 күн өрген апап келеріме мен де еліктеп қызықтым. Тірсегіне түскен шашыңды көрген жұрт бойындағы тәрбиелік қасиетінде де байқайды. Шаш өсірудің еш қиындығы жоқ. Мен де белгілі уақыттан бері шашымды күтіп өсіріп келем. Шаш қиюдан жасқанам. Өйткені шашынды қию бақытыңды қиюмен тең дейді. Қазіргі таңда қолаң шашты қыздар кемде кем. Бүгінгі өзімен жасты құрбы-құрдастарыма шаш қиюды тыйыңдар дегім келеді. Қыздың көркі шаш дегендей, қыздың бойына сұлулық та, әсемділік те беретін шаш. Сыңғырлаған шолпысымен,
жерге төгілген қолаң шашты әпкелеріміз сияқты біз де салт дәстүрімізді ұмытпай, оны сақтап, жалғастыру міндетіміз деп білемін. Қолаң қара шашынай күн қақтаған, қос бұрымай жотаңда бұлғақтаған. Қалай десек те, бұрым арудың көркі екені даусыз. Қазақстан зайырлы мемлекет. Ол діни бірлестіктерге жастар мен келешек өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі әлеуметтік әріптес ретінде қарайды. Сонымен қатар, діндарлық руханилықпен толықтай теңестірілуге тиіс емес. Осы жөнінде айтылған пікірлерге құлақ түрсек. Қазақстанның діни мұрасы бойынша арнайы курс жүргізу мүмкіндігін қарастыру, оның шеңберінде дін саласында жастардың сапалы білімін алуға бағытталған ағартушылық жұмыстар қолға алынбақ. Дінтану сабағы мектепте тереңірек өткізілу керек. Иә, оны арнайы дін мамандары жүргізсе дұрыс болар еді. Себебі қазіргі кезде әр жерде әр алуан уағыз айтылады. Діни сауаты аз жастар басқа ағымның жетегіне білместікпен де еріп кететіні жасырын емес. Жастар мемлекет тарапынан болатын қамқорлықтың объектісі ғана емес, жастар қоғам өміріне қатысушы және оның даму сапасына, қарқынына ықпал ететін белсенді субъект. Жастардың ел үшін қосқан үлесінен ел тағдыры шешілетінін түсінгені жөн. Жақсы оқумен, жұмысқа деген жауапкершілігімен, белсенді қоғамдық ұстаныммен және істерімен жастар ел алдында тұрған стратегиялық мақсаттарды шешуге өз үлестерін қосады. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, егер де жастар гуманизмді, білімді, жауапкершілікті, әділдікті таңдап алса және өзімшіл болмаса, онда олармен бірге табыс та ілесіп жүреді деп тегін айтпаса керек. Ендеше Қазақстанның болашағы бар, ол біздің жастарымыздың қолында. Арнайы сырсандық үшін сіздермен бірге болған жас тілшілер Әмірханова Әлия, Нұреке Әсел, Бақыт Шерхан және мен Ильясова Орал.